қазақ аудиториясына ең алғашқы ұсынылып отқан шоу подкаст. Мен жауап берейінші. Тоқтаңыз. Ал, Кім тесік қалта болып жүре бересіңдер, мен кете берейін ары. Сізге машинамды саттым 3 миллион теңгеге. Жан досы Қобыланды болады. Жан досым емес енді. жақсы көрем деп айтамайым. Осыны YouTube-қа жазып қойыңдаршы астына. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Эфирде Жусан банктың ұсынып отырған, біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банктың ұсынып отырған Байлайк бағдарламасы. Байлайк бағдарламасының басты мақсаты қарапайым халықты қаржы жағынан сауатын ашып, керек мағлұматтармен толыққанды бөлісу. Әрбір қазақ бай болуға лайық. Олай болса, біз бағдарламамызды бастамас бұрын әдеттегідей біздің қонақтарымызбен таныс болайық. Менің айналамдағы қонақтарым мама жұлдызды қонақтар, кино әлемінің трендінде жүрген, кино әлемінің кәдімгідей серкелері, марғасқалары. Актер Шерхан Пірназар, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Актер Әшім Ахметов. Актер Әбілмансұр Серіков деп шатастырбасың. Әбілмансұр Серіков және де актер және де биылдан бастап ол кісіге жаңа статус қосылып жатыр. Продюсер Рамазан Амантай. Неге қасына ақын деп қоймаған? Жетеді. Ақын, актер, продюсер Рамазан Амантай. Рамазан, сенің биылғы жасаған дүниең туралы біз қазір ойын барысында міндетті түрде сөйлесетін боламыз. Ал Шерхан, Әбілмансұр, Әшім, Рамазан, қош келдіңіздер. Түк қиындығы жоқ, ойнап күліп отырып ақша жасайсыңдар. Сауатымыз жоқ, қаржыға қатысым жоқ. Бұл экономикада бізде неміз бар, біз актерларымыз ғой дейсеңіздер, 100% қателесесіздер. Өйткені бұл жерде терминология ретінде берілгенменен біз іс жүзінде, тәжірибе жүзінде бұлардың терминологиясын күнде пайдаланып жүр екенбіз, оказывается. Бұл бағдарламада орысша сөйлеуге болмайды. Өйткені қазақ аудиториясына ең алғашқы ұсынылып отқан шоу подкаст. Байлайк. Кеттік, біз жалғастырамыз. Ойынның шартымен түсіндіре кетейін, достар. Айтпақшы, түстен бірінші таңдап алыңыздар, қайсысы? Мен сұрдалайын. Әбілмансұр. Ақталайын. Ақталайын, сіз қаранауын. Болды, все. Тимеңдер, әкетті. Енді ойынның шартын түсіндіре кетейін. Алдарыңызда 5 бөлімнен тұратын ойын алаңы жатыр. Бөлімдер: тесік қалта, бизнесмен, инвестор, меценат және жусан деп аталады. Тесік қалта, бизнесмен бөлімдерінің сұрақтары оңай әрі жауап нұсқасы жоқ. Инвестор, меценат бөлімдерінің сұрақтары қиынырақ десе де жауап нұсқалары бар. Ал соңғы бөлім, жусанға жеткен ойыншыға біз өте қиын сұрақ дайындап қойдық. Әр дұрыс жауапқа 10 жусанмен келесі бөлімге өту мүмкіндігі беріледі. Қате жауап берсеңіз, жусан да берілмейді, келесі бөлімге де өте алмайсыз. Айтпақшы, екінші бөлімнен бастап қарсыласыңыздың сұрағына жауап беру мүмкіндігі бар. Дұрыс жауап берілген жағдайда 20 жусан еншілейсіз. Қате жауап берсеңіз, 20 жусаныңызды алып тастаймыз. Сондай-ақ 10 жусан төлеп, қосымша көмек сатып аласыз. 20 жусан төлеп, келесі бөлімге өте аласыз. Жусан алаңының сұрағына дұрыс жауап берген адам жеңімпаз атанып, жинаған жусанын ақшаға айналдыра алады. Сәттілік. Ойынның шарты түсінікті ма? Тамаша, олай болса, бағдарламамыз осымен аяқталды десең. Жарахмалла. Сау бол. Ал, енді ойынымызды бастамас бұрын. Шерхан, Әбілмансұр, Әшім, Рамазан. Кино алаңында, кино әлемінде сіздер қазір востребованный актерларсыздар. Жалпы бұрын, мысалы, енді папаларымыздың заманымызда, әбекеңнің заманында актер болып жүріп, миллион табу, қиынның қияметі. Алғашқы кинодан тапқан миллионыңыз қашан, Шерхан? Миллион таптың ба? 2018-де. Ең алғашқы өзіңнің сериалың Рауза. Жоқ. Енді? Асыл Арман. Сәтті меден. Асыл Арманның сериалында түстің. Одан кейін бар Раузаға түстің. Бірақ сенің паспортың Раузадағы маңға рөлі болып танылды. Өткен мен сізді бірінші сол рөл арқылы танып, мынау не деген актер, қаяқтан келген, мынау жалмауыз не істеп жатыр ма айуан деп мен таңғалған болатынмын сіздің өнеріңізге.
Сен енді бала кезіңнен түсіп келатсың сериалға. Сен енді миллиардер шығарсың, не то что миллионер. Альхамдулилля. Альхамдулиллахи ва раббил аламин. Бүгінгі тақырып қайырымдылық дәреттерің бар ма десең? Менікі 2011. 11? Қай сериал? Кино ма? Жоқ, сериал. Сен енді сериалмен қатар үлкен широко форматты киноларда да ойнайсың. Иә. Сериал дұрыс па әлде кино дұрыс па? Ақша жағынан. Екеуі де қатты емес. Бірақ уақыт жағынан? Уақыт жағынан кино ғой, тезірек түсірді. Кино тезірек. Сериал? Сериалда жүрміз ғой 2 ай. 2 ай болды. Қазіргі таңда сіздер ауыл мұғалімінің екінші сезонында түсіп жатыр. Халықтың көзайымына айналған сериал болғандықтан кейін халық ауыл мұғалімінің екінші сезонын неге түсірмейсіңдер деген сауал көп қойылғаннан кейін продюсерлар, сценаристер жиналып ауыл 2 мұғалімнің екінші сезонын құдай бұйыртса күзде көрермендерге жол тартпақ. Әшім екеумізде біз тек Әбілмәнсүрмен ойнамаппын мен кинода. Иә, ойнадық қой. Қайда? Таңдауда ойнадық қой. Иә, 2015 жыл. Таңдауда мен бір Таңдау ана біздің нені? Біздің неге топқа тартылатын. келді ғой біздің. да? Неге Топқа ше? тартылатын болып. Дачаға келді. Ол кезде мен сериалдарға түсетін 10 мың теңгеге. Ойлаш, 10 мың теңге, ужас. Ал, Әшім, сенің бірінші миллионын кинодан тапқан. Мен сол, по-моему, жаңа ғанау. Енді Әшім комедиялардан бөлек тарихи драмаларда көп ойнайды. Өйткені фактурасы керемет. Біз енді тарихи киноларда ойнаймыз, бір құдай біледі. Ойнап тастадық қой талай. Сіз ойнап жатырсыз, мен ойнаған жоқпын. Талай ойнап тастадық. Мен енді ойнайын деп отырмын, ана белгісіз батыр. Не шығар? Сол таңдауда шығар. Таңдауда, иә. Рамазан, енді сен кинода миллионер болдың. Құдай бұйыртса продюсер ретінде сен миллиардер атануға жол салып жатсың. Соған сәттілік тілеймін. Рамазан, өзіңнің продюсерлігіңмен түсірілген кино туралы мағлұмат беріп кетсең. Ең бірінші миллионды айтып кетсем ол. Миллионды айтып кетсейші, неге айтпайсың? 2010 жылы Ахан Сатаев продюсерлік еткен «Айналайын» деген сериал. Иә, сенің ең бірінші сол жерден көрген. Ең бірінші фильмім, Қазақстанда ең алғашқы ситком. Онда 84 серияға сол миллион төңірегінде. Оше, сен кішкентай кезінде миллионер болған ғой. Кішкентай кезім. 13-тесің ба, 14-тесің ба? Ондамын. 10-11, в общем, 2010-11-де түсірілді. 10-11 жаста примерно. Миллионер атандың. Иә, миллионер атанған жоқпын. Кредиттер жауып, Ол да шүкір ғой, оған да шүкір. телефон алып, сондай болған. Ал енді әкеге апарар жол, құдай қаласа. Осы жақында ғана датасын анықтадық. 7-ші қыркүйек күні. Еліміздің барлық кинотеатрларына жол тартады, құдай қаласа. Сәттілік. Рахмет. Драмеди деп енді жаңа жанр қалыптасты ма? Драмеди деген. Білмеймін енді, Самат Сыржанов сценаристіміз. Сол кісі драмеди деп жазып қойды, бірақ енді қаншалықты драмеди екенін. Кім біледі, мысалы, біздің Нұрғанат Жақпаев деген елімізге танымал режиссер өзі спектакль қойған кезде элегия, трагефарс, адами әфсана деген жанрларды өзі қосатын, яғни өзінің трактовкасы бойынша. Ол күтпе деген жанр. Драма, комедия, трагедия. Яғни содан коллаборация жасап, сіз драмеди шығардыңыз. Драмеди мен шығарған жоқпын. Самат қостай. Самат, сценарийдің авторы. Самат Сыржанов, Бұхар, Қатиев кино 2-нің. Қазіргі трендтағы авторлар. Авторлар, сосын Асқат, сол жігіттердің қаламынан шыққан туында. Режиссері? Режиссер Тимур Дулатов. Тимур Дулатов. Хотя кино бірдің ұжымы ғой, енді екіге бармай қалғандар. Солармен бірге жұмыс жасадық. Енді қаншалық драмеди болатынын білмеймін, енді монтаж шешіп жатыр оны. Актерлық құрамыға Рамазан өзім? Өзім, Дариға Бадыкова, Қылышбек Қасымбек, сосын Ресейден танымал актер Виктор Логинов. Логинов, ана нені ойнайтын? Букин. Букиннің әкесін ойнайтын. «Счастливы вместе» танымал сериалдағы. Сол актер келді, төрт басты рөл. Одан кейін барлық эпизодтағы рөлдер, основной рөлдер барлығы да елімізге танымал маңдай алды актерлардың қатысуымен жасап көрдік. Рамазан, жаңа қадамға саған сәттілік тілейміз. Продюсерлікті шынымен де мен бұрын көп түсіне бермейтін. Жалпы продюсерлікті бір көру керек актер. Көргеннен кейін егер икем болса жалғастырады. Икемі болсын болмасын, мен өз басым одан да актер болып жүре бергенім жақсыма деп қалдым. Өйткені продюсерлік деген
бүткіл составқа сен жауап бересің. Оның финансовый несі бар, локацияны іздеуің бар, құдай сен образ жасайсың ба, әлде соның барлығын ойлайсың ба, миың ашып кетеді екен, бірақ ол да бір мен үшін бір үлкен мектеп болды. Ал ойын тәртібімен, ережесімен біз таныстық. Мен ойлаймын, теория жүзінде сіздерге барынша жеткіздім. Қазір практика жүзінде ол сіңімдірек болады. Түсті біз ажыратып алдық. Тесік қалтада барлықтарыңыз осы алаңнан бастайсыздар және капиталдарыңыз 0. Бұл ойынның тағы да бір керемет лайфхагын айтайын. Өзіңнің алаңда отырып, өзіңнің сұрағына жауап бергеннен кейін өзіңе капитал жинап алдың ғой. Басқа біреулердің сұрағына жауап беріп, тез-тез капитал жинап беруге толық мүмкіндік бар. Бірінші күтеміз, сондай жауап берген. Жауап бере алмаса. Мысалы, қазір Шерханға сұрақ қойылды ма? Сұрақты сіз тыңдағаннан кейін қол көтерсеңіз, үшеуінің біреуі кім бірінші қол көтереді? Нақты жауабымен дайын капитал жинағым келеді десеңіз, қол көтересіз, болды, ары қарай дұрыс жауабыңызға байланысты. 20 Плюс 20 жусан аласыз. Минусты қайтып құтыламыз сосын. Минусты жайлап құтыласың, қарызға аласың, әйтеуір. Почканы сатасың. Егер де почка сататын болсаңыздар, біздің осында врач бар, хирург. Бірден кесіп алып қалады. Айтпақшы, өз бағасында почка бар жігіттер десең. Ал, бірінші айналым басталды. Шерхан Пірназар, қош келдіңіз. Сұрақ бірінші сізге экранға назар аударайық. Егер баға жылына 100% өскенде инфляция түрін анықтаңыз. Сұрақ құлағына да, бұйына да деген жоқ. Тек әріптен танып отыр. Егер баға қанша болады, смотрел? Білмеймін, мен саған сұрақ қойдым, ақылкем. Енді мұқият тыңдаңыздар. Менің кейбір сөздерімде подсказка болуы мүмкін. Менің интонацияма, жестіма, ишарама мұқият қарап отырыңыздар. Бірақ мен Жусан банктың 14% акционері болғандықтан кейін менің банкымнан шығын шықпағанын қалаймын мен. Кейде сіздер дұрыс жауап беріп отырсаңыздар да, мен сіздерді жолдан тайқыту мүмкінмін, алдау мүмкінмін, арбау мүмкінмін. Соңында нәтижесін көресіздер. Шерхан Пірназар, егер баға жылына 100% өскенде инфляция түрін анықтаңыз. Жалпы инфляция деген сөзді бұрын соңды естуіңіз бар ма еді? Бар ба? Әрине бар. Инфляция құямыз ғой. Қаяққа құясың? Бұл тек құяды бұл. Бұл тек құяды. Басқа сұрақ жоқ па? Келесі түйді жоқ па? Енді подсказка. Кейбірде сұрақ өзінің жауабын айтып тұрады. Сұрақты оқып отырасың ғой. Егер баға жылына 100% өскенде инфляция түрін анықтаңыз деген сұрақтың өзінде жауабы тұр. Жауабы нүкте десең, ойнайдым. Енді мен одан қандай подсказка айтайын. Одан да келіп, үй жаққа кетіп, мен сабап кеттім деп. 100%-ға өседі ғой? Белсебеттің бағасына берейді. 100%. 100%-ға өседі ғой. Яғни қара, 100%, мынау 100 деген мысалы, пайызбен есептейтін болсақ, 30% норматив, 40% жақсы. 100% фук, взрыв. Көп бол, көп. 100 теңге болса 1000 теңге бол. Балабақшадағы бір баланың мінез құлқы жай момын болса, бір мінез құлқы жыбырлақ, жүрет, қиратады, көп сөйлейді, ұйықтамайды, энергиясы толассыз, шаршамайды. Сол балаларды айтады ата-анасына, тәрбиеші, сіздің балаңыз сондай активный дейді. Гиперактивный. Соның алдында сөз бар. Болды, мен одан артық ештеңе істей алмаймын. Қарсылық білдіріп, капитал жинаймын десеңіздер, кім бар? Әшім, сен барсың ба? Бармын. Нөмір бірінші Әшім қол көтерді. 30 секунд уақытыңыз өтті. Шерхан, Арыстан, дұрыс жауабыңыз. Егер баға жылына 100% өскенде инфляция түрін анықтаңыз. Деп қайта күле берсің. Енді 100%. Так, 100%-ға. 100% деген сұмдық көп мөлшер, аса көп мөлшер инфляцияның. Жауап болды, любой бір жауап берші. Бұлшы қарағым. 100%-ға өседі ғой? 100%-ға өсетін инфляция дейсіз ба? Жауабыңыз осылай қабылдадық па? Дұрыс. Енді жауап әзірше 3 ойыншының ішінде мен бұл сұрағына қарсылық білдіріп, нақты жауабым бар, нақты жауап бере отыра, мен 20 жусан ұтып, капиталыма жинағым келеді деген. Әшім, сізді тыңдайық. Енді 100 теңге менде бар болса, ол 100%-пен өсу, оның резко өсіп кетті. Жаңа сіздің подсказкаңызбен.
тыңдай келе гиперинфляция деп аталатын шығар. Стоп. Осымен қоя қояйық. Дұрыс жауабын көрейік. Мен не айтып жатырмын, сен не айтып жатсың? Ашық. Гиперинфляция. Баланы айтады ғой, сіздің балаңыз гиперактивді деп. Енді гиперинфляцияны біздің көрермендерімізге айтып кетейік. Даму қарқынына байланысты жылжымалы инфляция, онда бағаның өсу қарқыны жылына орташа 5-10%-дан аспайды. Қарқынды инфляцияда баға 10%-дан 50%-ға дейін, ал кейде тіпті 100%-ға дейін жетеді. Гиперинфляция болған кезде бағаның өсу жылына 100%-дан асады. Міне. Енді нәтижесінде келгенде актер Шерхан Пірназар өзінің тесік қалта сұрағына жауап бере алмады, яғни сол алаңда қаласыз, сіз өте алмадыңыз, сұраққа жауап бере алмадыңыз, -10, сіз +20. Біреудің сәтсіздігін пайдалана отырып, өзіңізге капитал жинап жатсыз. Сізге бизнес қой. +20. Жалпы бизнес саласында да солай. Біреу өсіп жатады, біреу құлдырайды, біреу банкрот болады, біреу дефолт болады деген сияқты. Яғни ойында да осы нәрсе пайдаланып жатыр. Дұрыс па? Бұған енді ойының барысында айтайын, ренжіп, болқан талған болып, қырылмаңдаш, бағана біреулер қырылып кетті құрсын. Мен айтайын, ойын ғой, бұл не қыласың оны, сен өміріңе не өзгеріс алып келеді? Десем, сонда да деп қоймайды ғой, сондай болмасыншы. Ер азаматтарымыз ғой. Бірақ оның алдындағысы да ер азамат болған еді. Кеттік ал. Әбілмансыр. Ал, бисмилля. Мұндай сейфке зақым келтіруі мүмкін. Атыс, газ және суық қару, психотроптық, жарылғыш, уытты немесе радиоактивті заттардан, тамақ өнімдерінен және тыйым салынған өзге де заттардан басқа барлық заттарды сақтауға болады. Бұл не? Сейфтер. Қай жерде тұрады сейфтер вообще? Негізі? Үйде. Банкте тұрады ғой? Иә да? Үйде де болады ғой, сейфтер. Үйде болады, Гостиницаларда қару болады сейф. жарақ сақтайтын. Өйткені мынадай Қазақстанда заңнама бар. Қару жарақ үйіңде сақтаған кезде сенің арнайы сейфің болу керек. Сол сейфті тексергеннен кейін бар, сақтауға болады дегеннен барып саған рұқсат береді. Ал енді мұндай сейфке зақым келтіруі мүмкін. Бұл не ол? Жарылғыш, уытты немесе радиоактивті заттардан, тамақ өнімдерінен және тыйым салынған өзге де заттардан басқа барлық заттарды сақтауға болады. Дұрыс жауабы. Сейф қой. Махаббат дегеніміз не? Махаббат деп жауап бергендей болды ғой. Инфляция дегеніміз не десе? Енді айтып тұрған жоқ қой, инфляция. Мына сұрақтың бар ғой, мен мән-мағынасын түсінбей тұрмын. Мән-мағынасын Ұйқым қанбай қалды десе. жетік түсінбей жатсың ба? Жетік түсінбей жатырмын. Жаңа бірінізде жарылады дегендер, мысалы үшін жарылғыш заттардан басқа любой нәрсе салуға болады дейді. Стеклянный банк емес па? Зат қоя, получается, зат қоя, әшейін, иә? Енді бұл не деп тұр ғой енді? Ал мұндай сейфке. Көп сұрағын оқымай қойды. Мұндай сейфке барлық заттарды сақтауға болады дейді. Осы заттардан басқа. Өзге де заттардан басқа. Енді қара, мысалы, әкеңнен мұра қалды. $1 миллиард. $1 миллиард енді сен көлемін қара, сен оны қалай сейфке сақтайсың? Сен 2 этажды сейф салмайды шығасың? Банк па? Айтасыз ба? Банктегі сейфтің аты? Банктың сейфі. Қабылдадық. Сіз қарсылық білдіріп капитал жинап отырсыз ба, әлде пікір алмасқыңыз келіп отыр ма? Көрейін айтып. Капитал жинағыңыз келіп отыр. Тамаша, сіздің біз жауабыңызды қабыл алдық. Шерхан Пірназар, тыңдап тұрмыз. Счет па? Цифровой? Ойяға. Қарағым, аман бол. Мен 20-ға кетіп қалайын деп тұрсың, ойлан қарағым. Осы ма жауабың сенің? Осы ма? Мен саған осыны үйреттім ба? Енді счет шығар? Цифровой. Пікір алмасқан ретінде қабылдайықшы. Сіздің жауабыңыз банк сейфі. Банктағы сейф. Дұрыс жауапқа. Біз айта алмаймыз, уже. Бір-ақ адам айтылады, иә?
Дұрыс жауап. Банк ұяшығы, Ячейка ғой? банк ячейка дейді. Яғни айтайын сіздің деп жауабыңыз толыққанды болмағанмен жауабыңыз бар. Сіз Сол не тесік қалтадан бизнесмен алаңына қайсыз сіздің Ақ менікі. Ақ бизнесмен алаңына өтесіз, бірақ сұрағыңыз нақты болмағаннан кейін сізге 10 ұпай емес, 5 жусан жазылатын Хотя болады. ана Дұрыс па? ортасына қойып қойшы. 5 ұпай плюс 5. Тамаша. Рахмет. Бизнесмен құтты болсын. Рахмет. Мыналармен бұрын қалай араласқансың? Білмеймін. Қу кедейлермен. Қайдағы біреулерді алып келіп Сирақтармен. қасыма. Ал Әшім. Кім тесік қалта болып жүре бересіңдер ме, мен кете берейін ары қарай. Менде уақыт жоқ та. Әшім, жалпы ақшаға деген сенің көзқарасың қандай? Құныққансың ба, ақшаны жақсы көресің ба? Жақсы көремін деп айта алмаймын. Бірақ- Болса жақсы ғой. Болса жақсы. Ақша болса жақсы, болмаса не жақсы. Иә. Енді біреулер айтады, ақшаның өзінің энергиясы бар дейді. Ақшаның энергиясын сен құрметтеу керексің дейді. Буы ма, жаңағы буы. Яғни бұл энергиясы поток дейді ғой мысалы. Ақшаның потогын егер сен ренжітіп қойсаң, оның келу потогы азайып қалуы мүмкін дейді біреулер мысалы. Сөйтіп жатып Немесе тез кетіп қалады. тез кетіп қалады дейді. Мысалы, қарыз бересіз ба көп адамға? Бермейсіз ба? Сұраса. Берем. Қаншалықты мөлшерде бересіз? Қарыз беріп сізді бермей лақтырып кеткендер болды ма? Болды. Менен Жоқ, мен басқасы. енді қарыз Мен санамағанда десе. қарыз беретін кезде расчет жасайсың ғой, так осы уақытқа керек маған осы күнге қайтар деп. Егер сол күнді қайтармаса, конечно, көңілім түседі. Бірақ өзім біреуден қарыз алсам, сол айтқан күнде қайтаруға тырысамын. Қайтаруға тырысасыз. Қайтара алмасам, Қарыз ұйықтатпайды ғой енді. қайтара алмасам, Қаншама қазақ кредит алды, спокойно ұйықтап жүр. Отырып әйтеуір 23-не дейін үлгерсем болды. уайымдап кетесің ғой, қайтарамын деген шығар. Кредиті бар, қарызы бар адамдарға бір айдың өзі бір апта сияқты болып қалады. Өйткені төлейсің, бір 2-3 күн демалғаннан кейін, кетші, бұл бір ай өтіп кетті ма не? Мен өткенде ғана төлеген сияқты едім, тұра тұр. Кетші, бір ай өтіп кетті деп жатырмыз. Әшім, сізге сұрақ. Шығыста Қытай империясынан басталып, батыста Рим империясында аяқталған жол, Кушан, Соғды және Парфия жерімен жүктерді тасымалдап жеткізуге көмектесті. Ол әлем тарихында дара ерекше құбылыс болды. Тынық мұхит пен Атлант мұхитының арасындағы көптеген халықтарды біріктірді. Бұл қандай құбылыс болды тарихта? Бұл жерде енді тарихқа жүгіну керек. Тарихты оқысаңыз. Ұлы жібек жолы, сауда саттық па, сондай сияқты. Енді білмеймін ғой, енді қандай құбылыс. Соғды және Парфия деген қай жер өзі? Тынық мұхит пен Атлант мұхитының арасы. Шығыс Қытай болса, ол шығысы Жалпы міне география деп алатын болсақ, шығыс қай жерде тұр? Тынық мұхиты мына жерде. Атлант, Атлант мына жерде екі тұр. ортада халықтар бар. Иә. Осының барымыз астымен қандай ортасында. құбылыс өтіп кетуі мүмкін? Жібек жолы, сауда не ғой? дұрыс айтып жатқан сияқтысыз. Сауда жібек жолы. Көбісі осы сұраққа келген кезде осыған келіп тіреледі да, опық жейді. Әлде ойлансаңшы. Так, шығыс Қытай империясынан басталып, батыста Рим империясы. Бәлкім бұл кісі жолдан тайдырып жіберуі мүмкін деп еді, соны абайлап олды. Парфия жерімен жүктерді тасымалдап жеткізу. Қытайдан бастап тұр Ол ғой. әлем Қарсылық білдіріп капитал жинауға кім бар? Әбілмансұр. Китайский құбылыс десем болмайды. Нашар, сапасыз құбылыс. Китайский де. Китайский деп. Сол ұлы жібек жолы деп ойлаймын, себебі ол Нақты соңғы жауабыңыз. нақты жаңағы. Болды. Қарсылық білдіріп капитал жинайтындар жоқ. Рамазан, сен қатысып Иә, отырсың. мен Сен просто капиталсыз жауаптар қалай білмей деп тұрсың. Дұрыс жауабы. Ұлы жібек жолы, дұрыс қой. Біздің тарихымыздан өткен. Мен бір рет Түркияға барған кезде бір фарфоровый ыдыс сатып жатыр бір түрік. Мен айтам, қанша тұрады десем $700 дейді. Мен айтам, $220 берші деймін да. Ол айтады, сен білмейсің, бұл фарфоровый ыдысты бізде ғана осындай качествомен жасайды деген кезде мен түрікке айтқам, көке деген. Ұлы жібек жолынан басталған бұл ремесло біздің үстімізден де өтті. Сендерге ең соңында келіп, сендерден кейін барып Еуропаға кетті да. Біз сендерден бұрын үйреніп алғанбыз бұл қыштан ыдыс аяқ жасауды. Просто біз дамытқан жоқпыз. Біз көшпенді болдық. Біз мал ұстадық. Біз тұрақсыз болғаннан кейін бізде цех болған жоқ. Сен маған оны айтпай қой деген кезде шалқасынан құлап, маған су бермей кетті. Мен де алмай кеттім ерегесіп. Ұлы жібек жолы. Көрермендеріміз, бізді көріп атқан болсаңыздар, бізге лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және белсенді отырған көрермендер болса, біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банктың дайындаған керемет сыйлығынан да қапы қалмаңыздар. Ұлы жібек жолы
2000 жыл бойы өмір сүрген. Ол әлем тарихында дара ерекше құбылыс болды. Тынық мұхиты мен Атлант мұхитының арасындағы көптеген халықтарды біріктірді. Жібек жолы деген ат толық мағына бермейді. Жібекпен сауда жасау біздің заманымызға дейінгі екінші және біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта ғана болды. Ұлы жібек жолы әртүрлі сауда, мәдени жаңалық және жаңа ойлардың таралу жолы, Еуразиядағы көшпелілер мен отырықшы халықтардың даму жолы болды. Жібек жолы өркениеті жолы болды. Ұлы жібек жолының алғашқы нұсқалары мен параллельдері біздің дәуірімізге дейінгі 3-2 жылдықтарды басталған қамтиды. Мына жерде айтып тұр, Еуразиядағы көшпелілер мен отырықшылар деп, көшпелілер деп бізді де жанап өткен осы жібек жолы. Тамаша, дұрыс жауап. Құтты болсын. Сіз қайсы сіздің түсінігіңіз? Сұр. Тесік қалтадан бизнесменға келді, сізге конкуренция бар, және де капиталыңыз плюс 10. Қош келдіңіз. Мен сізге у беріп қатырам десең. Киллер жалдаймын десең. Так, сұрақ енді Рамазан Амантай мырзаға. Енді Рамазан, сен кез келген жасаған жұмысыңның биік шыңындасың. Ақындығың болса, кез келген әншіге жазған әндері хит. Оны қазір біз талдап отыратын болсақ, қолдағы аяқтағы саусақ жетпейді. Талай әншілердің хит әндерінің авторы. Ақындық қасиет, мен мысалы Рамазан Амантай жазды деген кезде, қай Рамазан деген кезде, бизнес қалай? Рамазан осындай өнер бар ма деп таңғалған болатын. Бұл өнер, ақындық өнер кімнен дарыды? Өнер жолына қалай келді десе. Лақ ет құс қойса. Білмеймін енді. Негізі ол қызығушылықтан сияқты, мне кажется. Өйткені әрбір қазақтың ақындығы бар ғой негізі. Бойында. Қасиет. Бірақ енді атамның әкесі ел арасында жоқтау жазған сондай бір кісі болған деседі. Қазір мысалы енді өйтіп айтатын себебім, өйткені мысалы біздің үйде әкемде бір сәл отырса жазып жіберетіні бар. Інім де қазір әндерге мәтін жазып. Әкем отырмасын де. Әкем отырса айрат де. Сол сияқты, сол қызығушылықтан деп ойлаймын. Қызығушылықтан. Қызығушылықтан дамыған деп ойлаймын. Тамаша. Енді сонымен қатар Рамазан 10 жасынан бастап киноға түсіп миллионер атанды. Бүгінгі таңда өзінің кино әлеміндегі жолы міне продюсерлықпен бастайын деп жатыр. Бұйыртса Рамазан, сәттілік. Сізге сұрақ, Рамазан. Еңбектің күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес төленетін сыйлықты біз не деп айтамыз? Ақша. Бұл жауап па сразу? Еңбектің күрделілігіне, саны мен сапасына сәйкес төленетін сыйлықты ақша. Енді сол төленетін сыйлықты. Мен айтсам болады. Сіз қатысып капитал жинағыңыз келіп отыр ма? Дайын отырыңыз. Тоқтаңыз. Бұл жерде нақты бір жауаппен шектелуге болмайды. Толыққанды жауап берсеңіз де болады. Өйткені біреу болмаса біреу тиіп кетуі мүмкін. Дұрыс жауап. Рамазан мырза. Еңбектің күрделілігі, мысалы біреу слесарь болады, біреу мұнайшы болады. Саны мен сапасына сәйкес төленеді ғой. Жақсы жұмыс істейтін адам. Сыйлық. Енді Ақша. Алла сақтасын. Мен жауап берейінші. Тоқтаңыз. Енді өзінің жауабын берсін. Сыйлық, сыйақы, гонорар, Ай сайынғы, айлық, яғни жалақы. Жалақы. Дұрыс па жауабыңыз? Дұрыс. Осы ма? Үшеуінің біреуі. Нақтысы қайсысы? Жалақы. Жалақы. Сіз не дейсіз? Премия деп ойлаймын. Премия, яғни сыйақы. Еленеді ғой. Еленеді, Еленгеннен кейін енді. Күрделігіне. Жақсы жұмыс істейсің ғой енді. Бір объектті ертерек бітіресің, соған байланысты бастықтар айтады, премия берем саған осы жолы. Ол айлықтан бөлек премия береді. Дұрыс, яғни сыйақы. Сыйақы. Дұрыс жауабына назар аударайық. Жалақы? Дұрыс ғой, премия емес па негізі? Сыйлық деген жерде түсіп қалдыңыз ғой деймін. Енді Өзінше вообще. Рамазан, қайдасыз? Қайсысы? Сұрсыз ба? Қарамын мен. Қарасыз. Рамазан бизнесмен алаңына Мен қалдым ба? Тез қалтырдыңыз. плюс 10 жусан. Сіз жақсы қатысып отқаныңыз үшін және де жауабыңыз толыққанды болмағанмен бұл да жауапқа есептеледі. Сіз маған жауап беруге ізденуге түрткі болдыңыз. Шараға. Ал, құрметті достар, айналым өз мәресіне келіп жетті. Менің әріптесім сұлуда сымбатты Сая ханым. Айналымды қорытындылайықшы, не болып жатыр бізде? Қайырлы кеш көрермендер. Сонымен бірінші айналым нәтижесі бойынша Шерхан мырзада -5 жусан, Әбілмансұр мырзада +5 жусан, Әшім мырзада +30 жусан, Рамазан мырзада +10 жусан.
плюс 10. Ого, капитал жағынан бізде басым болып келе жатқан Әшім Ахметов. Ашаға құтты болсын. Рахмет. 30 жусан дегеніңіз 30 мың теңге. Ары қарай, кеттік ал. Шерхан, кішкене бір жеңіл енді Шерхан, тесік қалтадан бизнесмен алаңына шығатын уақытыңыз болды. Ол оңай, сұраққа жауап берсеңіз. Және де жауабыңызға біз сізге сыйақы береміз. 10 жусан. Сұрақ. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу мен сатуды, немесе тараптар арасындағы тауарларды, немесе қызметтерді айырбастауды қамтитын негізгі экономикалық түсінік деп нені айтамыз? Так. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу. Кеше біз екеуміз самолетке кірдік қой, Қызылордадан ұшып келе жатқанда. Сол кезде қыздар бүйтіп келе жатырды да, қайтып келе жатқанда мен оларға сұрақ қойдым. Крышаларың кім деп па? Жоқ, ай! Сіз ондайды ойласаңыз. Олар не істеп жүрді сол кезде? Жалпы базарда жұрттар не істейді? Сауда саттықпен айналысады. Товар ұсынады бізге. Енді осы кезде жауап айқын болып тұр ғой. Жауабыңыз. Сауда саттық. Сауда саттық. Қабылдаймыз. Қарсылық білдіріп капитал жинайтындар бар ма? Жоқ. Дұрыс жауап. Сауда ғой, дұрыс қой. Сауда саттық. Шапала құрмет қошеметтеңіз. Тесік қалтадан бизнесмен алаңына келді. Және де плюс қара терге түсіп кетесің ғой, жусан сізге. Ал бизнесмендер көбейіп кетті. Бірақ бір бизнесменде капитал көп, бір бизнесменде капитал аз, бір бизнесмен вообще біреуге қарсы. Бірақ өзім бизнесменмін деп шіреніп тұр да, мысалы, кімдер? Мен ғой. Сондықтан да сізге капитал көбейтетін мүмкіндік бар. Және алаңда ауыстыратын мүмкіндік бар. Сұрақ Әбілмансұрға. Банк картасын пайдалануға, соның ішінде тауарларды төлеуге және қолма-қол ақшаны алуға тыйым салуды білдіретін термин. Күнде бұл затпен айналысыз. Банк картасы Миың ашып кетті ма? Миым ашып кетті. Миы құлақтан ағып баратса бейт. Тамшылап ағып атса. Қарсылық білдіріп капитал табамыз, ақша табамыз десеңіздер, Рамазан, Әшім. Қол көтердің бе, Әшім? Қарсылық білдіресің бе, әлде пікір алмасасың? Мен пікір алмас. Пікір алмас. Сіз, Шерхан, банк картасын пайдалануға, соның ішінде тауарларды төлеуге және қолма-қол ақшаны алуға тыйым салуды білдіретін термин. Не ол шынымен де? Лимит па? Жоқ, лимит емес. Мен пікірімді қашан білдірсем болады? Пікіріңізді білдіреміз? Мен Мансұрмен келсем, Мансұрға тайма деп айтамын орнына. Лимит енді дұрыс жөнді. Қолма-қол төлеуге тыйым салуды білдіретін термин. Жоқ, тоқтап банк картасы. Лимит ол шектейді. Шектейді тұр ғой. Сізге бұл тыйым салынып тұр. Яғни, мысалы, мен мысалы айфонды алам ғой қолыма, бүйтіп қарайым ғой, сол кезде ашылады. Блок па? Блокировкаға тұрып қалатын нәрсе ме? Қалай да? Не ғой? Фейстайм ғой. Дұрыс па? Фейстаймның банкқа түк қатысы жоқ. Мен сізге подсказка беріп отырмын. Қойшы, айналайын. Активный отырайын да. Немесе керек десе бұтақ. Так, Рамазан, Әшім, не дейсіздер? Мен сізге күшті подсказка беріп отырмын. Дұрыс қой енді, соны айтып отырмын ғой. Нені айтып отырсың? Сен түк айтып отқан жоқсың, мен тағат қалып сөйлеп отырмын. Міне қараңыз, банк картасын пайдалануға, соның ішінде тауарларды төлеуге және қолма-қол ақшаны алуға тыйым салынады. Иә. Мүлдем болмайды, бітті, тыйым салынады. Неге сен тыйым салынды? Не көкейтем? Блок қой, блок. Блок па? Иә. Нақты әріп соңғы жауабыңыз ба? Блокировка ғой. Блокировкаға тұрып қалады. Сол кезде ала алмай қаласың ғой. Пікір алмасайын деп отырсың ба? Ақша тапқың келіп отыр ма? Ақша тапқым келіп отқан, бірақ енді Табам десең, пожалуйста. Түйсік деген бар, интуиция деген бар. Мысалы, бірінші нәрсе өтіп кетеді шын мәнісінде. Жақсы, сіздің айтып отқаныңыз, жауабыңыз блок, иә? Блок, блокировка. Әдемі келеді, өзіме өзі тайқып кетті. Саған өзі айтты, тайқыма деді. Кеттік ал, дұрыс жауабы. Бұғаттау, блокировка, дұрыс шапала, құрмет қошеметтеріңіз. Ей, бизнесмен алаңынан қайсы сіздің? Я бісміллә, я прималла! Баяда сауда өткен кезде ақшаны бүйтеді. Бірінші сауда. Сол ширк қой. Ал давай. Әбілмансұр өтті алаңға және де плюс
+10 жусанға ие болдыңыз. Міне, айтып отырсыз, менің қаржыға ешқандай қатысым жоқ, сауатым аз деп отырсың. Міне, адам сәл-сәл ойланса, істеген ісінен кері қарай, артқа қарап айналдырса, қаржыға байланысты табат міндетті түрде. Кез келген сұрақтың жауабы болады. Жауапсыз сұрақ болмайды. Сұрақ не үшін қойылады? Жауап алу үшін. Яғни жауап болса, сұрақ туындайды. Жауап болмаса, сұрақ қалайсыңдар? Деп өзі шатасып кетсең. Кеттік ал, Әшімхан. Әшімхан деп мұң, Әшім. Тұтынушы өзіне ұнамай қалған немесе сапасы нашар тауарды оған төлеген ақшасын қалай қайтара алады? Қарғап па? Осы жерде қазір Әшімге қойылып жатқан сұрақ қой. Үшеуіңіздің біреуіңіз капитал жинауға әбден мүмкіндіктеріңіз бар. Оп-оңай сұрақ, құдай. Мысалы, сен дүкеннен өзіңе аяқ киім алдың. Капитал жинайсың ба? Жинағым келіп тұр. Болды. Өзіңе аяқ киім алдың. 41 размер алдың, үйге келіп киіп қарадың. Дүкенде жақсы болып тұрған сияқты еді, үйге келсең қысып тұр. Не істейсің? Көтіңді қысасың сен, оны айтам. Енді сен тауарды қайтарып бересің. Ұнамай қалды, немесе саған сапасы нашар сыймай қалды. Оған төлеген ақшасын қалай қайтарады? Қазіргі жағдайда. Мейлі сен қолма-қол бер, мейлі сен бардың, олар 15 күндік не береді? Типа 15 күнде қайтарып береді. Яғни кез келген осы сауданың заңдылығы 14 күнге дейін сен тауарды қайтара аласың, чегің болса. Енді кейде мысалға соткаларға гарантия береді. Гарантия береді. Гарантия береді. Неше жылға? 1 жыл, 2 жыл, басқа заттарға тағы да гарантия береді. Енді не істейсің? Қалай қайтарасың? Сол гарантияның әлде 41 размермен аяғың қысылып жүреді, жара-жара болып. Көмек сол гарантиясын көмектесіп беріңіз. Көмектесесіз. Чек. Чегін берсеңіз. Чегін бересің. Сол гарантия сияқты болатын шығар соның өзі. Дұрыс емес па? Жоқ, соны айтадым ғой, енді чекті берсең қайтып береді ғой сол. Капитал ма әлде пікір ма? Капитал ғой. Дұрыс жауабы? Негізі бұл жерде бар ғой, егер сен тауар ұнамай қалса, банк жаңағы сауда орталығына барғаннан кейін алған жердің затты алдыңыз ғой. Сол жерге барып, банкпен не қылатын болсаңыз, карточкасымен, ол 14 күннің ішінде ақшасын қайтарады. Ал егер қолма-қол ақшаны барып төлесең затыңды, ол саған сразу қайтарады. Қолында, бірден қайтарады. Өйткені ол қолма-қол сауда болды. Электронды емес. Электронды болатын болса 14 күннің ішінде. Электронды болса да сол жерде істелініп тұрған, сол сәтте беріп тұрсын ақшаны. Жоқ, өйткені сен банкпен төлеп отырсаң, банк саған бірден қайтармайды. Оның операцияның жолдары бар. 10 күндік. Қарастырылады, бір нәрселер болады. 3 күн. Мысалы, жақында ғана мен аяқ киім алып, 2 аяқ киім алдым да, біреу ұнамай қалды да қайтарып бердім мен. Маған ақша түсірді. Неше күнде? 3 күнде түсірді. 14 күннің ішінде де уақыт береді. 2-3 күн деп уақыт береді. Жауабыңыз қабылданды. Дұрыс жауапқа назар аударайық. Тауарды сатып алған күннен бастап 14 күнде түбіртекті көрсетіп қайтара алады. Чек мен бағана осыны айтып отырмын. Жауабын чекпен қайтарады. Сіз дұрыс жауап айттыңыз, сіз де дұрыс жауап айттыңыз. Актер Шерхан Пірназарға +5 қосылады. Сіз келесі аймаққа өтесіз. Инвестор аймағына өттіңіз, сізге плюс Әшім мырза 10 жусан. Рамазан, сен қаяқта жүрсің вообще? Бизнесменде нормально 10 пока. Неғыл деп атсың, инвесторға алаңына келдіңіздер. Енді сіз қазір бизнесменсіз, өйткені продюсерлықпен айналыса бастадыңыз. Сіз өзіңізге мына бір алаңдағы жазуды тарттыңыз. Жалпы, құпия болмаса, киноның бюджеті қанша? 100-ден астам. 100-ден астам. Рекламасы бар ма ішінде? Жоқ. 120 бар ма? Иә. Ең қымбат гонорар өзіңнен басқа кім? Ресей актері ғой. Ресей актері ең қымбатқа шықты. Группаның бәрін қай ақшаға алып барасың Дубайға? Дубайға бұйырса дайындап қойдық. Дайындап қойдың, балалардың ақшасы түсті, пособием бар десе. Инвалидность алам десе. Неге десе, шашым қайырылмайды десе. Абу-Дабиге апармақшымыз бүкіл группаны. Демалысқа ма? 3 күндік демалысқа. Қашан, жазда? Жоқ, премьерадан кейін. Премьера өткіземіз, сосын сразу. Яғни Шапка соқта өтем осында? Шапка соқта өтем. Қыркүйек айының 7-сінде басталатын премьера, құдай бұйыртса, октябрьдің 12-сіне дейін жүрсе, 15-інде бұлар жолға шығады. Октябрьдің 15-інде және Дубайда да барқытны сезон. Дубай қазақтарына премьера жасамақ. Дубайда жүрген қазақтар, Дубайда тұратын қазақтарға да. Бұл бұрын соңды болмаған ход.
біз енді фильм турмен Қазақстанды аралайтын болсақ, бұл қазақ шоғырланған мемлекеттерді аралайды. Рамазан, бұл сенің алғашқы лайфхакың. Құдай ақы мен саған айтайын, осыдан кейін фильм тур сияқты бүкіл Қазақстанда қазақтар шоғырланған мемлекеттерді аралау сенен бастау алмақ. Сізге сұрақ. Карта немесе терминал арқылы ақша аударған кезде жеке деректерді дұрыс термей қаражатты басқа адамға аударып қойсаңыз, не істеу керек? Бәқір жылау керек десе. Мен жауап берейін. Сіз қиналмасасыз ба, енді ақша тапқыңыз келіп отыр? Ақша тапқыңыз келіп отыр, бірінші қол көтерді, дайын отырыңыз. Келі Жусан банкке кіріп, басқа адамға директор дұрыс термей қойсаңыз, сол адам хабарласу керек. Сол адамға ма? Банкке хабарласу керек. Банкке хабарласу керек. Банкке хабарласу керек. Бас істей басады ма? Сол білетін жалғыздық нәрсен жоқ. Или сол адамға хабарласу. Сізде практикаңызда болды ма, Рамазан? Мысалы, біреуге аударып жіберіп, байқамай. Иә, бір сорлы банктер бар ғой. Соның біреумен аударып қойдым да, сөйтіп жаңа номерді қайта теріп звондап, 2 ретте қайтара алмай қалғам. Сорлы банк болғасын ба? Сорлы банк болғасын. А біздің қасиетті Жусанда ондай болмайды. Тамаша. Мен жауап берейін. Рамазанның жауабы қабылданды, яғни банкке хабарласып. Сіздің жауабыңыз? Банктың қызметкеріне бар, бөлімшесіне барып өтінім жазасыз. Арыз. Онда қабылдауға болады. Мынау несі бар ғой, күштандай. Бидеп, мынау жауабын тыңдап алады да, сол жауапты басқаша айтып береді да. Плюс бес балл жинап алады. Ол адамға хабарласады ғой. Ал мен банкке барып Ондай алаяқтыққа жол бар ма еді? Енді бұл кісі сол алаяқты тәжірибеге Онда мен үшінші вариантын айтайын. колл-центрге хабарласу. Хабарласып, қалтаңызға қолыңызды салып, телефоныңызды шығарып, перне тақтасын беріп. Менің басыма өткен просто. Аудармай қойды. Банктың бөлімшесіне барып, арыз жазғаннан кейін барып. Айттым, осындай байқамай. Жауап қабылданып, Самнан қателесіп. іс жүзінде Банкке жүгіну керек. Банкке жүгіну керек. Дұрыс жауабы. А бұл банкке жүгінген жоқ. Банкке хабарласу. Дұрыс, шапалақ, құрмет, қошемет. Сіз қайдасыз? Мен хабарласу керек. Сол бизнесменде Қарадан инвесторге өттіңіз, сізге плюс мен ғой өткен. Сіз Мен банкке дұрыс жауап хабарласу, ол бергеніңіз адамға үшін- хабарласу керек деді. Жоқ, ол айтты, банкке жүгіну керек деді. Плюс 5. Сұрақ болған қойып отыр, сен өте алмайсың ғой. Менде бір сұрақ, Шерхан, сен құнығып баратқан жоқсың. Тіпті айналаңа қарап, адам тыңдаудан қалдың ғой қарағым. Мынау ярылған зат. Түк көрмегендік та. Ал, екінші айналым өз мәресіне жетті. Менің әріптесім Сая, осы мәрені қорытындылап жіберейікші. 5 те қанша Иә, иә. Екінші айналымның қорытындысы осындай. Шерхан мырзада плюс 5 жусан, Әбілмансұр мырзада плюс 15 жусан, Ашим мырзада плюс 40 жусан, Рамазан мырзада плюс 20 жусан. Сіздер капиталдарыңыз санап отырсыздар ма Мен өзі? санап отырмын, мен 15 екенін білем. Сіз санап отырсыз ба? Дейді, сіз ше? Санайсыз ғой, енді сіз продюсерлікті меңгеріп жүрсіз ғой. Ашақа? Мен негізі жалпы санай алмаймын. Тамаша. Екінші айналымда бізде капитал бойынша Әшім Ахметов үндемей отырып байып кетті. Қазір өзінің статусына аты заты сай болып тұр. Ол сіздерге инвестор бола алады, мысалы. Сенің сұрағыңа жауап беруге. Енді сіз енді арбаңдай аласыз, Әшім. Сіз 20 жусан төлеп, сұраққа жауап бермей меценатқа өтіп кете аласыз. Я болмаса сұраққа көмек ала аласыз. Осыны ескеріп отырыңыз. Олай болса, біз ары қарай құрметті көрермендер жалғастырамыз. Байлайк бағдарламасы тұрақты біздің серіктесіміз Жусан банк. Ойын қызық өтіп жатқан сияқты, сіздер біраз мағлұматқа қанық болып жатқан сияқтысыз. Ары қарай жалғастырамыз. Шерхан, сен жалпы оқу білімді қайдан алдың? Жүргеніпте оқыдың, е? Қызылордада жұмыс істедім, Нартай Бекежанда. Алматыға келуге не түрткі болды? Және де қазір сен Алматыға келгеніңе өкінбейтін сияқтысың ғой. Енді академияға түскеннен кейін әрбір адамның арманы Алматыда қалу ғой. Иә. Қазір енді жылына бір 120-130 актер бітіретін болса, оның көбісі басқа облыстарға кетіп қалады. Елге кетіп қалды. Иә, түптің түбіне келгенде академия түскеннен кейін Алматыда немесе Тюз театрында, немесе Әуезов театрында жұмыс істегісі келеді. Сіз қай театрда? Әуезов театрында. Жасадыңыз ба? Иә. Әлде жасайсыз ба? Жоқ, жасадым. Театрға келе алмай жүрсіз ба?
Енді жол түссе барармын алла. Жол түссе барасыз. Бірақ енді ең сіздің бірінші мына қарқынмен биыл келесі жыл түспейді, өйткені қаншама кино сериалдарға түсіп жатсыз, Құдайға шүкір. Тфе-тфе-тфе деп түкіріп қояйын ба? енді жалпы театрдан ең алғаш сол Қызылорда театрынан басталды ғой. Нартай Бекежанов. Нартай Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театрында. Қазір академический Статус алды айтпақшы, академиялық деген. Оразымбетов деген ағамыз болды. Ең алғашқы сол театрдың негізін қалаушылар, режиссер, үлкен кісі, қайтыс болып кетті. Ол кісінің біраз туындыларын біз қарадық. Әсіресе Түнгі көбелек деген спектакль болды. Қызылорданың репертуарында. Ең кассалық ең бірінші көрген спектаклім ғой. Әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Иә, әкесі жолығып қалады. Ән айтып, сен жата бер, қазір шығады, ән айтып деп өздерінше спектакль құрады ғой, сөйтіп. Еще анау үйіне барып алып кетеді ғой, соны ашады ғой бетін. Трагедия. Ал, Шерхан, жалпы сізге сұрақ. Шерхан, сен қайда тұрсың? Бизнесменде жүр ғой. Тауарды немесе көрсетілетін қызметті сатып алуға жұмсалған ақша қаражатының бір бөлігін қайтару. Ол логикалық сұрақ. Иә, оп-оңай сұрақ екен. Оп-оңай сұрақ екен деп қарап қоямын. Қызмет сатып алуға жұмсалған ақша қаражатының бір бөлігін қайтару бұл не ғой? Жаңа процент қой. Пайыздық үстеме? Пайыздық үстеме. Онда емес па? Мысалы, айтады, бір бөлігін. сулпактарға барсаң, тұрмыстық техникалық дүкенге барсаң, мына бізде қазір акция болып жатыр, мына телевизор сатып алсаңыз 80 мың теңгеге оның 10% түседі дейді сізге. Сол ғой, пайызға, акция ғой. Соның енді термині бар. Термині? Мен айтсам. Сіз пікір алмасасыз ба әлде капитал жинайсыз ба? Капитал жинайды. Мен бірінші дайын болыңыз. Сіз бірінші көтердіңіз ба? Жоқ, Мансыз ғой. Манс көтерді. Көптен бері көтере алмай жүреді, құтты болсын. Шерхан, сенің жауабыңды күтеміз. 30 секунд уақытыңыз бітті. Енді мен сізге күшті подсказка айттым ғой. Не ғой енді, ой, распродажа жасақ жүреді ғой анау. Жаңа сулпакты айтып отқаныңыз. Процент қой, акция. Білмеймін, қарағым, білмеймін. Акция ғой. Акция деп тоқталасыз ба? Иә, акция. Акция. Сіздің жауабыңыз? Скидка. Ой, Дұрыс қой енді скидка ғой. Мен айтайыншы. Скидка екен мен айтып отқан жоқпын ғой. Мен саған телевизор аласың 80 мың теңге, соның 10% саған ақшаң саған келеді. Сол не? Не айтайыншы? Скидка ма не? Акция ма не? Жауабы? Кэшбэк. Стоп. Дұрыс жауабы. Кэшбэк. Сол ғой енді. Енді соны атауы керек болып тұр ғой, терминологиялық атау. Скидка емес қой. Скидка мен кэшбэкқа бармай ма? Жынды кетті. Өкінішке орай минус 20. Сіз сұрағыңызға жауап бере алмадыңыз. Минус 10. Қаяқта? Шерхан, минус 10. Және де өз алаңында қалдың. Сен қасысқа минус 20. Кетіп қалдың ба? Иә. Ал сізге плюс 10 ғана қосылады. Өйткені сіз екеуінің жауабын тыңдап барып жауап бердіңіз. Әшім. Үндемей отырып 50 жинап апты. 10 баға. Ай, Шерхан, ай, Шерхан, ай. Енді қара, осыдан кейін сен қалай айтасың? Мен қаржылық сауатым жоқ, мен экономияға қатысым жоқ деп. Ешкім айта алмайды. Барлығымыз осының ішінде жүрміз. Тек қана біз сауатымызды мен білеміз да, бір терминдарын біз күнде айтпасақ та, сол терминнің тәжірибесін күнде әйтпесе де күнде жарнамалар, плакаттарда іліп тұр. Кэшбэк деп тұр ғой, кэшбэк. Ол ғой, мен ана скидка деп отырмын. Скидка, акция демей, нақты айтуларыңыз. Сіз не қайдан түсіндіңіз кэшбэк екенін? Мен телевизорда айтқанда ма? Сол да бар, сосын оқыған бір зат алсаң, басқа айта алмай қалсаң да. Бір зат сатып аласың басқа банктан, сол жақтан осынша процент өзіңе түсіп отырады деп айтады ғой. Иә, оны енді онсызда айтып процент деп. Оның атауы бар, кэшбэк. Кеттік ал. Тамаша, өкінішке орай өзінің сұрағына жауап бере алмай, өз алаңында қалып қойды. Шерхан, бірақ саған сәттілік тілейміз. Мұңайма, дымда қылмайды, өмір осымен тоқтамайды. Аман бол, қайда жүрсің, тек қана жақсылықта естейік деп бата өткізсең. Әбілмансұр, сұрақ сізге. Сұраныс заңына сай, егер тауардың бағасы түссе, онда Әбілмансұр, көрдің ба? Сенің сұрағыңның 4 нұсқасы шығып тұр, яғни инвестор мен меценатта сұрақ осындай болады. 4 жауаптың нұсқасы беріледі. А.
сатып алу артады. А. Тауар өтпей қалады. Б. Тауарлардың тұтыну шегін белгілейді. В. Сатып алу мерзімін белгілейді. Сұраныс заңына сай, егер тауардың бағасы түссе, онда неге түседі? Не үшін түсті ол? Сатып алу артқаннан кейін түсті ма? Тауар өтпей қалғаннан кейін түсті ма? Тауарлардың тұтыну шегі белгіленгеннен кейін түсті ме? Әлде сатып алу мерзімі белгіленгеннен кейін түсті ме? Мен жауап берсем болады ма? Сіз капитал жинау үшін жауап бересіз. Болды, Шерхан, мен сені қазір тыңдайтын боламын. Дұрыс жауабы. Енді сұрақ өзі жауап беріп тұр, Ақкөкем. Сұраныс заңына сай, егер тауардың бағасы түссе, онда не болады? Тауар өтпей қалады. Ё-майо. Сізде капитал бар. 10 жусан төлеп көмек аласыз. 2 керек емес ответ, жауап алып тастаймыз. Жете аламыз ба? Ладно, давайсыңдар. Жоқ, мысалға битіп қарайық та. Дұрыс қой, сұраныс. Мысалға мен зат сатып жатырмын, сөйтіп оның бағасы түсіп кетті. Значит, екі вариант бар да бұл жерде. Либо товар өтпей қалды, екі нұсқа. Немесе сатып алу мерзімі белгілі. То есть, новый жаңа товарлар келіп жатқаннан кейін ба, сонда мысалы үшін қыстың киімі болса, көктем шығып кетті. Көктем шығып кеткеннен кейін оның бағасы түсті деген сияқты. Енді Сендер негізі деген. Өздерің қиындатып жібердіңдер. Терең қазбасайшы. Негізі анау подсказкасын пайдаланасың ба? 10 жусан төлеп. Бірақ мына жаққа өтсең, инвесторда тұрсың ғой. Меценатқа өтсең, 10% қосылады. Енді 10 жусан қосылады өткенің үшін. Онда 10 жусанды тәуекел етесің ба? етейін. Ете қояйын. Еттім. Еттің ба? Болды. Ебай, сенде капитал жоқ екен ғой айтпақшы, Әбілмансұр. Минус 22-сің ғой сен. Мына кесірмен аласың. Пайдалана алмайсың. Жарайды, хорошо. Ендеше сатып алу бар. Бұл жерде енді интуицияң бар. Иә. Абай атамыз айтады, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап әуретеді, ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, ақылыңа сен, екеуі алып шығар екі жақтап деп тұр. Енді сонда интуицияңа сенесің. Уақыт өтті. Сатып алу артады. Сатып алу артады. Нақты әрі соңғы жауабыңыз. Енді сұраныс заңына сай деп тұр ғой. Нақты әрі соңғы жауабым сатып алу артады. Маған керек емес артық. Менің алдымда миды аштып. Сіз пікір алмасам деп қалдыңыз. Сатып алу мерзімін белгілейді. Қойшы. Сіз қазір тәуекелге барып тұрсыз ба? Енді жарайды, минус 10 кетіп қалады ғой, Минус 20 кетеді. Минус 20 кете ма? Просто пікір алмасып қалсайшы. Ақкөкем ау. Ойнады. Ладно. Бұл жерде секіріп кетті да, негізі плюс 20 капитал жиналып атын адам еді ғой. Стоп, жауап. Сұраныс Дұрыс. заңына сәйкес баға түссе сатып алу артады ғой енді. Шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Инвестордан сіз қай түсседіңіз? Мен ақпын. Ақсыз. Плюс 10. Ойбай, әлі минус 10 капиталыңыз бар сіздің. Жинау керексіз, қарыздан құтылу керексіз. Сонда қазір сұрақ жусанға өтіп кетсең, сен минус 20 мен келіп кетейін деп тұрсың. А минус 20 мен келген адам алаңда финал ойнамайды. Минус 20 мен емес, нормально. Минус 10. Кетті қал. Әшім, банкомат ақша бермеді. Бірақ карта сомасы есептен шығарылды. Не істеу керек? А. Операция аяқталғанша күту керек. А. Банк бөлімшесіне жүгіну керек. Б. Қосымшаны жойып қайтадан жүктеу керек. В. Полицияға хабар беру керек. Осы жерде сіздің басыңыздан өтті ма осындай практика? Болды, мен банк бөлімшесіне жүгіндім. Сосын олар маған айтты, тағы кішкене күте тұрыңыздар. Сол кезде ақшаңыз қайтадан орнына келеді деді. Сонда нақты екі вариант. Операция аяқталғанша күту керек. Енді ол адамның өзіне байланысты сияқты жауап сияқты да. Сен егер дым білмей тұрсаң, сен уайымдайсың ғой. Мысалы үшін үлкен сумма болса. 500 мың, білмеймін, енді одан көп болса, сен шыдамсызданып банк бөлімшесіне жүгінесің. Сосын олар саған айтты, операцияны тағы кішкене күте тұрсаңыз, ақшаңыз орнына келеді. Бірақ жауап біреу. Иә. 30 секунд уақытыңыз бітті. Мен банк бөлімшесіне жүгінем. Нақты әрі соңғы жауабыңыз. Соңғы жауабым.
капитал. андай жаңағыдай 5 қосыла ма типа несі? Білмеймін қарағым, өзің жауабыңа байланысты. тур. Пікір ма? Жоқ қандай. Капитал жинағың келіп отыр ма? Бірақ андай бірдей оқымау керек жауабымыз, иә? Білмеймін, қара өзің. жарайды. Не істейсің? Банк бөлімшесіне жүгінемін мен. Соны айтайын деп отқам. Сен не істейсің? Капитал жинағың келіп отыр ма? Пікір алмасып отырсың. Капитал. Тамаша, дұрыс жауап. Банк бөлімшесіне жүгіну керек. Дұрыс, сіз қайдасыз? Мен Инвестордан мынаумын. меценатқа өтіп кете қойыңыз. Плюс 10. Мен қал. Плюс 10 Әшімге қосылады. Ал сіз, Рамазан, Әшімнің жауабын естіп алып, соны жауапты қайталаған үшін бізде заң бойынша минус 40-қа кетеді. Ойнап айтам. Плюс 5. Зәрес ұшып кетті қасқаным. Рамазан, Рамазан. Плюс 5 деп жайлап өзінің капиталын аяққа тұрып апты ақам. Қатты қиналды бала кезінде деп. Қиын тұрды. Ойнап айтам, кетті. Банкомат ақша бермеді, бірақ карта сомасы есептен шығарылды. Осындай жағдайға қатысты сіздің өтінішіңіз банкте неше күн қаралатынын білесіз? А. 30 күнтізбелік күнге дейін, А. 25 күнтізбелік күнге дейін, Б. 15 күнтізбелік күнге дейін, В. 10 күнтізбелік күнге дейін. Бағанағы сұрақ. Иә, соның жалғасы бұл. Соның жалғасы бұл. Сериал сияқты ғой? Иә. Ауыл мұғалімі 2. Сен банкке жүгіндің, енді осы процесс сен ары қарай жалғастыр. Енді сіз банкке жүгіндіңіз, өтінішіңізді жаздыңыз, капитал жинайын деп отырсың ба қарағым? Дәл солай. Болды, күтеміз. Жа 5. Әйтеуір, жоқ болса да 5 дейсің. Енді қара, өтініш жаздың, ол өтінішті соншама 30 күн, 15 күн, 10 күн, 25 күнге дейін қаралады. Не алған зат ол сонша? Мен мысалы оны бір-ақ күнде шешіп тастар едім, өйткені мен нағашым банктың бастығы. А сенің нағашың банктың бастығы емес. Значит, сенің өтінішіңді неше күн қарайды банк? Үмітпен қарағым. Енді сізде капиталыңыз жоқ емес, бар. Сіз көмекті пайдалансаңыз болады. 30 пікір алмассақ ше. Пікір алмаса? Енді мен нақты жауабын білмеймін, бірақ енді егер Мен ойымша 30 күнге жеткізбейді шығар адам. 10 күн немесе 2 аптаның ішінде бітіретін шығар 15 күнде. 2 апта дейсіз, иә? Енді 10 күн немесе 2 апта. Өйткені ақша қатты керек қой адамға. Бір сайында айту керек. Нақты әрі соңғы жауабыңыз? Жоқ, мен қана пікір алмас. Пікір сіздікі, соңғы жауап сіздікі. Сұрақ сіздікі. Өткен сіз қазір инвестордан меценатқа өтесіз, дұрыс жауап берсеңіз. 15 күн қаралама. 15 күн бір нейтралдық сияқты, бір әдемі уақыт сияқты. 15 күн? Или 10 күн ба. Енді қара, сатып алған тауарды 14 күнге дейін қайтаруға болады. Соның 2 апта бар да? Мысалы, бір апта мен 10 күн аралығында деп айтатын. Бұл күндерге... Мысалы, өтінішіңді сен бердің, е? Келесі күні сол өтініш қарайтын адамның бөле інісі аяқ астынан келін алып келді. Ол бет ашады, той жасайды. Өтінішің сенің бір айға созылып кетпей ма? Демалыс күндері қарастырыла ма? Қарастырмайды ғой. Банк неше күн демалады? 2 күн демалатын шығар. Суббота, воскресенье, сенбі, жексенбі демалатын болса, 5 күнің бар еще. Қалай болатын мен қаяқтан білейін ал. 5 күннен есептесек 10 күн. 10 күн ол 2 апта, 2 аптада 14 күн бар. 15 күн болып қалуы мүмкін. Білмеймін, мен өз басым 25 күн қарар едім. Өткен мен асықпай, ол біреудің өтініші ғой, мен істеймін ол. Мен жауап берсем бола ма? Сен не істейін деп асың? Капитал жинай. Ойбай, мына кісі уже қолын көтеріп қойып күтіп отыр ғой. Мен ойымша 15 күн сияқты. 15 күн? Иә, 15 күн. Сіздің жауабыңыз қабылданды. Сіз не дейсіз? Капитал жинаушы. Әбеке. 10 күн. 10 күн. Нақты жауапты 2,5. Әбіл Мансұрден алдық, Рамазаннан алдық. Дұрыс жауабы 30 күн. 2 ай деп шықтысы. Вообще қатысы. Дұрыс жауабы 30 күнге дейін. 30 күн минус 20. Рахмет. Әбіл Мансұр ойнады. Мен өтпей қалдым. Сіз өтпей қалдыңыз. Негізі, мен анаған жүктелген ғой, 10 банковских дней дейтін кеше, қайдам. Не ойлаппын 30 күн. Кез келген банктық операция талдау органы бар, шешім қабылдайтын орган бар, және де соны орындайтын орган бар. Әр адам 10 күннен жұмыс уақытын кетіреді. Сонда
1 ай кетеді екен. Просто мен мына жерде не үшін тұрмын білесіз ба? Не үшін? Әжем айтатын, өскенде бизнесмен боласың. Бизнесмен алар. мысалға аз сома болса да 30 күн қарастырыла ма? Мен оны сомаға байланысты емес, банктың жүйесі. Жоқ, 30 күннің ішінде ғой. Может, бір күн иә? Иә. Ішінде бірақ. 30 күннің ішінде. Асырмайды. Көмегі сұрақ қой жігіттер, сен қызықсыңдар. Олай болса, құрметті көрермендер, бағдарламаны көріп отқан болсаңыз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Осы айналымның нәтижесін қорытындылайық. Сая, сөз кезегі өзіңізде. Үшінші айналым нәтижесі бойынша Шырхан мырзада -5 жусан, Әбілмансұр мырзада +25 жусан, Әшім мырзада +60 жусан, Рамазан мырзада +15 жусан. Ё-моё. О, Рақымшылыққа іліп кету меценатта ондай жоқ кім па? тұрсыңдар меценатта? Кімдер олар? Әшім мен Манс қой. Әшім мен Мансұр. Әбілмансұр екеуің қазір Құдай бұйыртса Жусан алаңына өтесіздер. Сізде бірақ өкінішке орай капиталыңыз +5, +25. Сізде 60. Екі еселесеңіз. Жусанға өткеніңіз үшін 10 балдан қосылады. Онда ескере отырыңыз. Соны 2 еселейтін боласыз. Кеттік ал, жалғастырамыз. Шерхан бізде кішкене қиналыңқырап тұр. Бірақ Шерханның бір ұнап отырғаны мойымай барлығына қатысып капиталда жинақсы келіп отыр, тәуекелге де барып отыр, интуициясына да жүгініп отыр, логикаға да жүгініп отыр. Бүкіл жасап жатқан әрекеттері нәтижесіз болса да тоқтамай алға басып әрекет етіп жатыр. Бұл бизнестің бірден бір қағидасы. Қандай қиыншылықтар кездессе де оны артқа тастап еңсеріп отырып, тоқтамай жұмыс жасай беру, түбі бір нәтижеге жетесің. Лақтырып тастаған жоқпын. Я құрдым ба кетесің. Ұрып атырып қой деп. Оны маған қарап айтты. Жез алпайды досың ғой. Шерхан, сізге сұрақ, бля. Давай. Шерхан, сізге сұрақ. Ақша нені ұнатады? Не деген керемет. Так, ақша Нені ұнатады? Бұл қарапайым халықтың арасында көп қолданылатын сөз. Мен енді қазір сәл бір нәрсені айтып қалсам, сіз бірден тауып аласыз. ақшаны умаждамау керек, ақшаны бүйтіп ұстау керек қой. Сол кезде саған пайда алып келеді да. Ол жаны жоқ зат қой, қарағым. Жоқ, ол жаны жоқ болса да ол түсінеді барлығын. Құнды. Тіл шыққан оның де. Просто биттейінде көп алып де. Ақша нені ұнатады? Садикке барам ақшаң. Бизаларын шашқан енді тиімді жолдарға Осы жұмсасаң керемет ғана. халық арасындағы танымал цитатаны орысша айтады бәрі. Кеттік жоқ. Мен сосын Капитал жинайсыз? Капитал жинаймын. Болды. Рамазанды күтеміз. Так, ақша нені ұнатады? Ақша нені ұнатады? Ақша жұмсағанды ұнатады ғой? 30 секунд Жұмсағанды. уақытыңыз Қалай еді орысшасы? Жұмсағанды ұнатады. Шашқанды, яғни Тратишь, да? когда их тратят. Жақсы жағынан жұмсасаң, жақсы көреді ғой енді ақша енді. Менің алдымда жауап беріп отқан жоқсың, сен ақталып отырсың ғой. Маған жауап керек қой, ақталу емес. Бақыт, тыныштықты ұнатады. Тыныштықты ұнатады деген сөз де бар. Мен бағана айттым. Бақыт, ол бақыт бірақ ақша. Бірақ ол дұрыс емес. Бақыт тыныштықты. Извини, бақыт деп камерды тұрмын ғой. пауза қоя тұрайыншы, пожалуйста. Кішкене әңгіме айтайық. Пауза, ал кеттік. Так, ақша. Счастье любит тишину дейді, деньги любит нені дейді? Мысалы, сізге ақша береді. Ақша береді? Ақша береді сізге. Мысалы, мен саған машинамды саттым. Мен де бар. Асықпа, Рамазан. Болды. Сізге машинамды саттым 3 миллион теңгеге. Ол қайырымда шыға. Мен сізге машинамды саттым 3 миллион теңгеге. Бірақ тұр жаңағыдай дұрыс шатасып жүрген. Сіз машинаны алдыңыз, мен ақшаны аламын. Не істеймін сосын сол ақшаны? Жұмсайсыз ғой ақшаны. Өзіңіз басқа машина аласыз. Жақсы жағынан жұмсайсыз да енді ақшаны. Қырғыр, жақсы жағынан несі? Жақсы жағынан қадалып қалдым ғой. Шерханға көмек берсек бола ма? -5-те жүрген. Көмектес? Андай не ғой? Сен бір жерден ақшаны алдың да, ақша табатын жаққа салдың. Инвестиция. Өсетін. Ойбай, сен вообще бұны шатастырып отырсың ғой. Неге? Просто элементарный нәрсе болып тұр ғой бұл. Элементарный нәрсе ғой енді. Элементарный нәрсе болып тұр. Сен ақшаны не істейсің? Жұмсайсың ғой енді. Енді айтады ғой.
айтады Бар ғой ғой бір. ақшаны тауып алсаң да айту бер. Ақша мен айтсам болмайын да. Шүкір ету. Қазір мына жауабын білейік. Шүкір. Сен кәдімгі руханиятқа Кімдікі деп. Пауза бітті, жауабы. Ақшаны не істейсің? Ой, Не болды Ақшаны жауабы? жұмсайсың ғой ақшаны. Санап жұмсайсың ғой. Санайсың ғой. Дұрыс жауап деп ойлайсың ба? Иә. Пікіріңізбен алмасып қаласаңыз. Дұрыс жауабы. Деньги любят счет демей ма енді? Мен саған машинаны саттым, алған ақшаны мен не істеймін енді? Санамайын ба сразу? Санап алам ғой тексеріп. Дұрыс. Бизнесмен алаңына, инвестор алаңына өтті. 10% Шерхан Пірназарға қосылады. Мансур, Манс. Бәрі сені Манс дейді. Иә. Әбіл Мансур демейді ма? Андай ұрсып қалған кезде сөйтіп айтады. Бөтен адам сияқты ше. Әбіл Мансур. Иә. Абла жақын болса, родной болса, Манс дейді. Манс дейді. Мысалы, неге Әбіл Мансурдың бірінші Мансына көшіп кетті? Неге Әбіл деп кетпеген? Әбіл деп мектепте айтатын балалар. Мектепте айтады. Мансурды айтпайтын. Мансур айтпайды. Әбіл, жүр Әбіл деп. Иә. Жүр Әбіл болып кеткен бір кездер. Әріптестерің барлығы Манс деп кетті. Академия. Енді Әбіл Мансурдың жан досы Қобыланды болады. Жан досым емес енді. Бірақ бірге көп жүресіңдер. Бір театрда жұмыс істейміз ғой. Бір театрда жұмыс істейсіңдер. Бірақ көп деген Амал жоқ. передача, тойлар Осы болсын, YouTube-ға мероприятиялар жазып болсын, қойыңдаршы екеуіңді өлең айтуға, кеше мысалы Гакку фестқа шықтыңдар, площадьқа өлең айтуға бірге шақырады. Амал жоқ, шығамыз енді. Енді қайтемін енді. Қайтемін енді. Сен деген байланыстысы. Сүйретіп па? Қобыландыны бір сұхбатында мен Әбіл Мансурды сүйреп жүрмін деп. Ол ән жағынан сүйреп жүр. Мына актерский жағынан сүйреп жүр да. Яғни бір-біріңізді толықтырып жүрсіздер. Сондай ма? Мен оны тек толықтырамын. Сондай ғой, иә. Екеуінің негізі Қайыршы ғой бешара. Түрсейін, мәскейін, бәрін әперемін. Симасын асырайын. Сол. Айтамын, бірінші сен өлесің, әйелің маған қалады бала жағынан. Менде кейде әйелім айтамын ғой, ертең өліп қалып жатсам, достарымнан бірінші кім келетінін айтайын ба деп. Кит шығар, қумай. Көп болса жарас келер деп тұр ғой. Өзіра шешмаған ба? Кетті. Сұрақ Әбіл Мансурге. Мансқа. Манс меценат алаңында жүр. Жусан алаңына өтуіне бір-ақ қадам. Сұраққа жауап берсе болды. Сіздің қазіргі кезде төлеп отырған 3 несиеңіз бар. Ай сайынғы төлемдер қалтаңызға шамадан тыс жүк салып, 3 бірдей қарызыңызды өтеу қиынға соғуда. Қиналып атсыз. Банктың қандай қызметі сізге көмектесе алады? Банктың қандай қызметі сізге пікір ма, әлде капитал жинау ма? Капитал жинау болды. А. Қайта құрылымдау. Ә. Қайта қаржыландыру. Б. Қайта инвестициялау. В. Еш қайсысы. Мен бұның жауабын білем, бірақ қазақша жауабы қайсы екенін білмей тұрмын да. Рефинансирование дейді. Не қайта құрылымдау, не қайта қаржыландыру. Қайта қаржыландыру сияқты менің ойымша. Яғни сіздің түйсігіңіз бе әлде біліп тұрсыз ба? Біліп тұрмын. Рефинансирование ғой, мен басымнан өткен жағдай болған екен. Оқты, осы жағдаймен бөлісіңіз, лайфхак. Ертеде ешкі жөнде келтеді. Кезінде көп неге қарызға кіріп кетіп, кредит шамадан тыс алып қойдыңыз. Алып, иә. Сонымен бір бизнес ашып, сонымен ол жүргізе алмай кішкене. Сонда бір қиын жағдайға тап болып қалдық. Сол кезде. Сонда қатарынан сіз 3 кредитке қарыз болдыңыз ба? 4-еу. 4-еу. Содан әйтеуір ұратылып шықтық әйтеуір. Сол кезде сіз банкке жүгіндіңіз, банкке айттыңыз. Мен осындай жағдай деп айттым. Яғни 4 кредитіңіз бір банктан болып еді? Жоқ, әртүрлі. Әртүрлі банктан. Сөйтіп банктерге барып жүгіндіңіз. Сөйтіп, бір банктікін жабу үшін басқа банкке барып рефинансирование сұрадым. Оны жапты да, бірақ бір банкке общий сумма қарыз болдым да сонда. Түсіндіңіз ба? 4 кредитті бір кредит қылып берді, 3 кредиттің ақшасын басқа бір банк жауап берді. Қаржыландырды ма сонда сізді? Қайта қаржыландыру шығар, рефинансирование. Қазақшасын білмеймін. Дұрыс жауабын қайта құрылымдау. Енді осы жерде мен қазір Шерханға шапалақ ұрғым келіп тұр. Өйткені Шерхан логикаға жүгініп тұр, а сіз фактқа жүгініп тұрсыз. Басыңыздан өтсе де, тәжірибеден өтсеңіз де, сіз дұрыс игермеген сіз ба білмеймін. Ал, сізді тыңдайықшы. Қайта құрылымдау. Қайта құрылымдау.
мен қазақшасын білмей тұрмын, бірақ негізі рефинансирование деген нәрсе ғой. Қайта құрылымдау. Сен қайта қаржыландыру деп тұрсың ғой. Жоқ, енді мен рефинансирование қазақшасын білмей тұрмын деп айтып тұрған жоқпын ба саған? Жоқ, сен онда қайта қаржыландыру деп онда не үшін айтып тұрсың сен? Факт ретінде айтып тұрсың ғой сен. Енді рефинансирование қаржыландыру емес па енді? Енді осы жерде қазір көреміз. Логикаға жүгінген дұрыс па, фактқа жүгінген дұрыс па, дұрыс жауабын қазір айқындайтын боламыз. Дұрыс жауабы қайта қаржыландыру. Дұрыс қой енді. Дұрыс қой енді. Қайта ақша келмей ма қайта? Енді мен шатастырып отырмын ғой сені әдейі. Айтып рефинансирование. Так, меценатқа өткен. Жоқ, ақпын. Меценатқа жусаннан өтті. Плюс 10 балл Әбілмансұрға қосылды. Сіз өкінішке орай минус 20. Оны жазбай ақ қойсақ та болады. Барша ойыншыларға дәл қазір ойындарыңыз тоқтатылды. Өйткені жусан алаңына бірінші шығып кетті. Болды уже. Сіздің бірақ капиталыңыз көп болатын. Көрдіңіз бе? Анда очередь. Осы жерде сіз кішкене тез шығып кетуге әрекет жасау керек еді. Мақсат тез шығу ма? Өзіңіздің сұрағыңызға дұрыс жауап беріп тез шығып кету керек еді. Ал, құрметті достар, құрметті азиз достар, мехмонлар деп. Ал, қоржынды неге алып тастадың қоржынды? Жоқ, ана эмоциясын көрейік деген ба? Ойбай, бұл эмоцияны бағана беріп тастаған. Беріп тастады ма? Құрметті достар, бізде финал Әбілмансұр жусан алаңына өтті. Енді біздің бағдарламамызды көріп жатқан көрермендер болса, қаржылай сауатты ашу үшін кейбіреулер курсқа жазылып ақша төлеп жатады. Біздің бағдарламаны сіздер тегін көріп отырсыздар. Тегін информация алмасып отырсыздар. Мысалы, бүгінгі бағдарламаны көріп отырған көрермен болса, дәл осы Әбілмансұрдікіндей басында проблема болған болса, мен шынымен де неге сөйтпеймін, қаншама 4 кредитімді одан да бір банкқа бір кредит қылып, рефинансированиеге жасамаймын деп, сіздің осы лайфхакыңыз біреуге проблемасын шешуге түрткі болуы әбден мүмкін. Олай болса, достар, бізде финал Әбілмансұрға сұрақ, жусан алаңының сұрағы. Ақша массасы дегеніміз бұл А. Тарихи қалыптасқан ақша айналысын ұйымдастыру формасы. Қолма-қол формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы. Б. Қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы. В. Ақшаның салмағы мен көлемі дейді. Тағы да бір ережені айтайын. Финалда ешкім пікір алмаса алмайды. Сіздер көмектесе алмайсыздар. Тек қана финалист Әбілмансұр сұрақ 4 жауабымен өзі 7 рет пішіп, 1 рет кесіп, нақты жауабын айтып, 35 жусанын 70%-ға екі еселендіруге толықтай мүмкіндігіңіз бар. Уақыт кетті 30 секунд. Бірақ бұл жерде жаңағыдай қолдан алмаймыз ба ешқандай нені? Жүр, шай ішіп кетеді. Ешқандай ештеңе қолдан. Ешқандай ештеңені қолдан алмайсыз. Қолдан алатын бүткіл нәрсенің бәрін жусанға дейін істеп алуыңыз керек. Болды. Ақша массасы дегеніміз. Тарихи қалыптасқан ақша айналысын ұйымдастыру формасы. Ал дұрыс жауап берілмесе ше? Дұрыс жауап берілмесе өз капиталында қалады 35 болып. Сөйтіп бітеді ғой. Кейбір ойындарда болады ғой, жинаған тергенін екі еселендіреді, жоқ болса жоқ күтеді ғой, нөл болып. Бидно ғой. Бұл жерде ондай емес, өйткені бұл жусан банк клиенттерін ойлайды, әділетті. Қай мағынада қойылған сұраққа байланысты да? Егер кәдімгі не болатын болса, онда ақшаның салмағы мен көлемі. Если массасы, кәдімгі массасы болатын болса. Енді қарасаңызшы, тарихи қалыптасқан ақша айналасын ұйымдастыру, айналысын. Тарихи деген яғни кредитный история дейді. Бұл жерде қолма-қол формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы деп тұрған жоқ па? Яғни қолма-қол операциясы. Я болмаса бай айтады, қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы деп тұр ғой. Дұрыс айтады деп бәрде қосыла берсек. В. Ақшаның салмағы мен көлемі. Енді мен не дейін қарап. Дұрыс қой, ақшаның массасы дегеніміз. Қай мағынада қойылып тұрған сұрақ десең бе? Бұл жерде қаржылай экономикалық термин ғой. Ақшаның массасы, яғни денежный массаның терминнің анықтамасы осы 4 жауаптың біреуі.
Дұрыс жауап Дұрыс бізде. жауап вариант Б. Қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы. Тоқтаймыз. Дұрыс жауап. Дұрыс шығар. Дұрыс деп ойлаймын. Енді мен өкінішке орай сізге ешқандай подсказка бере алмаймын финалда. Бірақ өзіңіздің логикаңызға жүгіндіңіз. Біраз қаржы сауатыңыз жоқ емес, бар екен. Біраз нәрсені тәжірибеден өткеріпсіз. Сондықтан да жауабыңыз Б-мен тоқталып тұр. Біздің финалда Әбілмансұр Серіков 35 капиталмен финалға келді. Жусан алаңының сұрағы қойылды. 4 жауап белгіленіп тұр. Соның бір жауабын таңдап отыр. Б нұсқасын таңдап отыр. Қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығын ақша массасы дейді екенбіз. Дұрыс па? Бұрыс па? Кеттік. Дұрыс! Қошемет. Інім, айналайын, інім, рахмет. 35 жусанын 70 жусанға көбейтіп алды. Қандай күшті. Басында не деп еді? Мені қой деп еді кісі. Мені қой деймін, қой. Шлей үйтіп айтқан жоқпын ғой. Онда айтқан жоқсың. Кім айтып еді оны? Мен ғой. Сен бе айтқан? Сен сондай екен ғой. Бірақ Әбекең деймін ғой. Ойынның алдында өзіне кәдімгі сенімді болып тұрған. Сол есімде. Сіз мына не үшін шашып? Мен ұрыс шығарайын деп отырмын. Ұрыс шығарайын деп отырмын. Неге? Кезекпен келе жатыр. Бұл нағылған? Неғып болды, анаяға шыққанда тоқтап қалу керек. Маған ол енді ойынның правиласы сол ғой енді. Тағы бір ойнасам ұтпайды сияқты. Ана тиынды салыңыз қайтадан ішіне. Бұл садақаның тиы. Басынан тө деп түкіріп айналдырған қаншама аурулар деп. Бұл 50 теңге, баяғы 50 теңге ма? Бұл мерекелік шығарылым ғой. Ал, құрметті достар, қадірменді біздің бағдарламаны көріп отқан көрермендер, Жусан, біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банктың ұсынып отқан байлайық бағдарламасының кезекті санында финалға жетіп отырған Әбілмансұров Серікті шын жүректен құттықтаймыз. Және де ойынға қатысқан Шерханға, Әшімге, Рамазанға рахмет дейміз. Және де біздің тұрақты серіктесіміз Жусан банктың жеңімпаз бен ойыншыларға дайындаған арнайы сыйы бар. Соны сіздерге ұсынуға рұқсат етіңіз. Менің әріптесім Сая студияға келсеңіз. Вау, бұл не болды екен? Айнадай ақбөке, мынау сейф. Бұл жеңімпазға сый сияпат болып табылады. Үйде сейфің бар ма еді? Үйде бар, иә. Бар. Үлкен ба, кішкентай ма? Үлкен де бар, кішкентай де бар. Біреу мылтықтардікі ғой. Мылтықтарды қандасаң деп жүрсің? Охота ғой. Тамаша. Сейф бұл сіздікі. Және де бұл сейфтің ішінде сіздің екеселенген капиталыңыз 70 жусанды карточка арқылы аласыз. Карточканы алыңыз, экранға көрсетіңіз. Машалла. 70 мың теңгені осы карточка арқылы ала алады және Жусан банктың автоматты түрде тұтынушысы клиентісі болып табыласыз. Құтты болсын. Рахмет. Және де мына сейф сіздікі. Сонымен қатар қатысушыларға Жусан банк тұрақты серіктесіміздің сыйлығын Сая студияға алып келсе. Сая, рахмет. Кеміз сізді. Міне сыйлықтар. Айналайын. Шерхантай, мынау саған. Ақбөкем, биыл сабағыңды жақсы оқыдың. Өте жақсы тәртіп көрсеттің. Атаңның ауылына барып шөп шаптың десек. Мынау сізге. Ой, рахмет. Ашақа, мынау сізге. Ой, рахмет. Рамақа, мынау сізге. Құрметті достар, қадірменді көрермендер, әр бағдарлама сайын біз келген қонақтарымызбен сіздерге барынша қаржы туралы сауаттарыңызды ашып, керемет пікірмен бөлістік. Әрбір қазақ бай болуға лайықты. Енді біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Сау. Құрметті достар, біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Сіз менен ақша бөлісесіз соңында? Мен айтайыншы, мен. Менде жауап дайын уже. Мен қарсылық білдірмеймін. Ғасырда шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Калькулятор. Енді мына жерде сіз отырсыз, көмектесіп жіберсеңізші сіз. Көмектеспейді екенсіздер? Қарсылас болуы мүмкін. Қарсыластық. Вау!